Достар, сәлем баршаңызға. Қазір ғана мен Instagram парақшамдағы директті оқып отырмын хаттарды, себебі мен үшін өте маңызды, психолог болғандықтан адамдардың проблемасы не, жалпы өмірлерін өзгерту үшін қандай қадамдарды жасағысы келеді, мен қалай көмек бере аламын деген сияқты. И осы соңғы смс-тардың барлығы в основном мен ақша жинай алмаймын. Ақша жинасам да бір проблемаға әйтеуір кетіп қалады. Жинайым. Енді бір нәрсе алайын деп жатқан кезде қолымнан кетіп қалады деген сияқты смс-тар өте көп. Білесіздер ме? Мен бұған бір қазір кеңес бергім келіп тұр да. Қазір ең бірінші шайымды құйып алайын, мен бір демалыста жүрген едім. Бүгін бұл жердегі демалысымның соңғы күні. Осылай табиғаттың аясында отырып, біраз жұмыс жасайын дегенім. Осы видеоды сіздерге түсіріліп жатыр, бұның өзі бір қайырлысы бар, Енді мен ақшасын жинай алмай, жинаса да бір проблемаға, өзге адамға, өзіне бұйырмай кетіп қалатын адамдарға кеңес бергім келіп тұр. Сіз бұндай проблема басыңызда болса, не істеу қажетсіз? Бірінші сіз ең бірінші ақшаңызды позитивті форматта, өміріңізде жоқ қандай арманға жұмсағыңыз келеді, соны нақтылап жазу керексіз. Қайталап айтам, позитивті форматта өміріңіздегі жоқ, әлі сатып алмаған арманыңызға жұмсайтындай нақтылап тұрып жазу қажетсіз. Екінші кеңес ол суммасын. Нақты қанша теңге немесе қанша миллион теңге. Себебі дұғаның өзін нақтылап сұрау керек, арманның өзін нақтылап жазу керек. Не қалайсыз, суммасы, түсі, үлкендігі деген сияқты, Үшінші, чувство виныдан арылуыңыз қажет. Енді осы чувство виныды мен кішкене ашып айтқым келіп тұр. Қалай қайтып арыласыз? Чувство вины деген нәрсе біреудің алдында өзіңді кінәлі сезіну. Себебі 80% жағдайда біздің тапқан табысымыз өзімізге емес, өзге адамдардың проблемасын шешуге жұмсалады. Сестраңыздың кредитін төлеп беру, ініңіздің оқуының ақшасын төлеу, мама-папаңызға көмір алып беру, досыңызға өзіңізде жоқ бизнес, бірақ досыңызға бизнес ашуға көмектесесіз, лучше подругаңызға бер жересіз өзіңіздің қолыңыздағы ақшаны. Чувство виныдан арылу қажет. Немесе мынандай нәрсе Мен қалай қазір барып 500 мың теңгеге сумка аламын, когда менің мамамның зарплатасы 200 мың теңге кезде. Мен қалай қазір барып Lexus аламын салоннан, когда менің әкем ескі Toyota мініп жүрген кезде. Түсініп тұрсыз ба? То есть, біз иногда өзімізге, ата-анамызда, туған бауырымызда, подругаларымызда жоқ дүниелерді өзімізге позволять ете алмаймыз ұялғандықтан. Как будто біз қылмыскерміз, ұятсыз, эгоист адамыз жер бетіндегі. Если біз подругамыздан, әке-шешемізден, бауырларымыздан әдемі үйде тұрып қойсақ, әдемі машинаны алсақ, күшті өмір сүріп кетсек. Сондай чувство вины бар ма сізде? Бар болса төменге жаза кетіңіз, сіз жазу арқылы жеңілдеп қаласыз, Бұндай кезде сіз не істейсіз? Әрине мен айтпаймын, бір есік, бір тесік болып, туысқандарыңда проблема болып жатса, ата-анаңда проблема болып жатса, не болсаңдар, ол болыңдар деп отыра бер деген сөз емес. Бірақ сіз шектеу қойып бастайсыз. Яғни, бұрын полностью қысқы көмірлерін ата-анаңызға алып беріп жүрсеңіз, айтасыз. Менің мынандай мақсаттарым бар. Мен сендерге 2 тонна алып бере алмаймын, бірақ 1 тонна алып бере аламын. Бауырыңыздың оқуының ақшасын төлеп жүрсеңіз, мен саған толық төлей алмаймын, бірақ мен саған жарты ақшасын бере аламын. И келесі жолы айтасыз, келесі жылы. Уже сіз жарты ақшасын төлегенде дайындайсыз. Келесі жылы өзің әрекет төлеуге жазда жұмыс жасап. Яғни, айналаңыздағы адамдардың барлығын сіз жайлап үйретуіңіз қажет. Шекара қою керексіз. И мынандай нәрсе бар бұл шекараны қойған кезінде сіз өзіңіздің де потенциалыңызды ашасыз, өзге адамның да потенциалын ашасыз.
яғни ол адамдар да көп іс-әрекет жасап бастайды өздері өз өмірлерінің проблемасын шешуге. Және сіз өзіңіздің арман мақсаттарыңызды дамытуға көп ресурсыңызды, көп ақшаңызды бөле бастайсыз. Екі жаққа да бұл пайдалы дүние. Ескертем, бірден мен көмектеспеймін емес, жайлап айтып бастайсыз. Осының өзі сізге пайда беріп бастайды. Одан кейін мынандай нәрсе бар. Чувство виныдан именно арылу кезде әр адамның өзінің өмірі бар. Мысалы, сіз бұл чувство вины тек қана ақшаға емес, жеке қарым-қатынасқа да қатты әсер етеді, эмоционально. Мысалы, қараңызшы, сіздің сестраңыз күйеуінен таяқ жеп жүреді. Жаман үйде тұрады, күйеуі ішеді. Бірақ сіз ондай күйеуге тұрмысқа шыққыңыз келмейді. Сестраңызбен бірдей өмір сүру үшін сіз жаман үйде тұратын, ішетін, шегетін, үнемі әйелді сыйламайтын, ұратын еркекке тұрмысқа шығуға міндетті емессіз ғой. То есть, әр адам өз әлемінде өмір сүруі керек. Әр адам өз бақыты үшін күресуі керек. Сіз қаншалықты өз әлеміңізді, өз бақытыңызды керемет етіп қалыптастырасыз, соншалықты сіздің бақытыңыз, сіздің байлығыңыз кеңейген сайын, артқан сайын өзге адамға көмектесе аласыз. Мүмкін сіз бақытты болу арқылы сестраңызға өнеге бола аласыз, түсініп тұрсыз ба? Сол нәрсені ойлаңыз, чувство вины деген кезде. Бұл чувство вины тек қана ақшаға емес, осындай қарым-қатынасқа да көп кедергісін келтіреді. Мен сізге примерно чувство вины түсіндірдім деген ойдамын, иә? Бірінші, арман мақсатты нақтылап жазу позитивті форматта, екінші, суммасын жазу, үшінші, кінәлі сезімнен арылу. Бұл нәрсе біздің қалаған бай және бақытты өмірімізге қадам басуға постоянно артымыздан бір нәрсе тартып тұрады. Ұялу сезімі, эгоист сезіну, өзіңді жаман сезіну, бұл нәрседен арылсаңыз, кәдімгідей негативті энергиядан сіз жеңілдеп, позитивті волнаға түсетін боласыз. Осы бар жоғы оңай, ақшаны требовать етпейтін, психологты требовать етпейтін, мотиваторды 24 сағат қасыңызда жетектеп жүруге требовать етпейтін, оңай 3 жолды өзіңіз жасап көріңіз. Міндетті түрде пайдасы тиетіні сөзсіз. Себебі дәл осыны өзім мен лично қолдандым, және де Аллаға шүкір дейін сол табысты болып дәл қазіргі таңда. Чувство виныды жеңудің арқасында, менің де бауырларым күнде бұндай жерде жүрген жоқ. Соның арқасында бірақ осындай әдемі жерде сіздермен қазір мен осындай өз жеке ойымды бөлісіп отырмын. Сіздің қолыңыздан келетініне сенімдімін. Сіздің армандарыңыз әрқашан орындала берсін. Жер бетіндегі әр адам бай және бақытты болуға лайықты. Және де осы видео ұнаса, лайк басып төменге комментарий қалдырыңыз, және де достарыңызбен бөліссеңіз болады. Қай жақын адамыңыздың табысты болғанын қалайсыз, осы видеоны мотивация ретінде бөлісіп жіберіңіз. Және де күнделікті өмірде сізде именно табысты арттыруға, қарыз кредиттен құтылуға түрлі ақпараттар қажет болса, онда менің Ая Жібек парақшама жазылып алыңыз. Инстаграм парақшамда мен күн сайын онлайнмын ол жақта. Ендеше сау болыңыз. Кездескенше.